Кітапхана сөзін естігенде біз бірден тып-тыныш жарық шамның астында кітапқа үңілген оқырманды елестетеміз. Бірақ бүгінде кітапханашылар бұл қалыптасып қалған көзқарасты өзгертуде. Кітапхана оқырмандарымен үзілген байланысты қайта жалғау мақсатында осындай жаңа тың тәсілдер қолдануда. Акция аясында оқырмандар қызықты зияткерлік ойындар мен музыкалық бағдарламаларға қатысып, кешті тамашалады. Іс-шара 4 бөлімнен тұрады: сұрақтар керуені, кім керемет, не тап, әуенді тап. Сондай-ақ Сатпаев қаласы кеше бүгін тілек аялдамасында кітапхана қонақтары өздерінің қалаға деген тілек лебіздерін жүрекшелерге жазып жатты. Бүгін кітапханамызда Сатпаев қаласының 50 жылдығына арналған кітапхана түні 2023 интеллектуалдық бос уақытты ұйымдастыру әлеуметтік мәдени акциясы өтуде. Бүгінгі кеште кітапхана қонақтарын көптеген қызықты зияткерлік ойындар мен музыкалық бағдарламалар күтуде. Атамекен ғажайып алаңында сүйікті қалам интеллектуалдық ойыны, Сатпаев қаласы кеше бүгін тілек аялдамасы, оқып болсаң досыңа бер, кроссинг қауіпсіздік сөресі оқу залында әнім сен едің караокесі, ретро стилінде суретке түсу, мен кіммін ойыны тағы да басқа қызықтар күтіп тұр. Бүгінгі мереке аясында қала тұрғындары мен қонақтарын қаламыздың 50 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Кітапхана холлында бұдан бөлек Сатпаев 50 көрмесі, ретро стилінде фотоға түсу ұйымдастырылған, шахмат, шашки, нарды тағы да басқа ойындарды да көруге болады. Кештің соңында қонақтар караокеде өздерінің сүйіп тыңдайтын әндерін шырқауға мүмкіндік алды. Айта кетейік, барлық ойындарға қатысқан оқырмандарға кітапхана атынан шағын сыйлықтар үлестірілді. Алтынгүл Төлегенова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сатпаев.